3 күнде байып кетті деп ырысбаланың байлығын көре алмаған блогерлер ырысбаланы тексеруге алып Руслан Өтепбаевқа жазды. Бұл қаншалықты дұрыс сіздер үшін? Руслан мырза маған кері байланысқа шықты. Және де бұл ырысбала Экранбай қоры туралы бағдарламаны жариялау үшін барлығы өз қолында емес. Мен басшылыққа айтып көрейін, жауабын сізге жазып жіберем деді. Қоспай тұрып, мен сіздерге бір логичный нәрсе айтамын. Оны қоспай тұрып, бір жаңалық айта кетейін. Алдыңғы айлар ма білмеймін, мен Руслан Өтепбайдың каналын көремін және де парақшасын қараймын. Сол жерге мынандай шықты: бір кісінің жүк көлігі жанып кетіпті, сонымен елден ақша сұрайды, ол тиктокқа салып 3 күнде 20 миллион жинап береді біздің қайырымды қазақ халқы. Енді оның алдыңғы апталарда барлығымыз шулап жатқан жұбайлар, аттары есімде жоқ, солар баламның ауруына деп қанша миллион жинады деп ойлайсыздар? Миллион емес, 1 миллиардтан астам ақша. Сіздер көздеріңізге елестете аласыздар ма? 1 миллиард ақшаны, 1 миллиард теңгені. Мен елестетем айтқым, шынымды айтайын, ондай ақша көрген емес. Енді бағанағы мен айтқан логиканы қосыңыздар. Ешкім танымайтын жүргізуші, ешкім танымайды ол жүргізушіні. Тиктокқа шығады да әшейін: халқым маған көмектесіңіздер, осындай жүк тасымалдайтын машинам жанып кетті дейді. 3 күнде 20 миллион жинап береді. Мен танымаймын. Көп адам танымайды ол кісіні. Енді ешкім танымайтын, ешкім білмейтін жаңағы жұбайлар 1 миллиард теңге жинайды. Ол жұбайларды осы дау шыққаннан кейін ғана біз таныдық. Әйтпесе оны ешкім танымайды оларды. Енді жаңағы мен айтқан логиканы қосамыз. Ешқандай математиканың ештеңенің керегі жоқ. Бүкіл Қазақстан демесем де, Қазақстанның тең жартысы оңтүстік өңірдің көбі қолдайтын ырысбала 3 күнде 20 миллион жинайды деп ойлайсыздар ма? 20-40 миллион жинайды деп ойлайсыздар ма сіздер? Мен де салғам соларға ақшаны. Ол жерде ешқандай қайырымдылық қордың шоты болған жоқ. Кәдімгі Каспий голдпен, переводпен жібере салдық барлығымыз. Енді кезінде халқым қолдаңдар мені, ырысты армиям, менің халқым қайырымды жандар деп жылы сөйлеп, өткір сөйлеп барлығымыздан ақшаны жинады. Енді халық болып, әй, отчетін берсеш, көрейік та не болып жатыр? Мынау қай жақтан келіп жатқан саған байлық басыңнан топ ете қалды? Не болып кетті? Екінші перизат болып кеттің ба? Деген кезде халыққа не деп жатыр? Иттер үре береді, керуен көшеді дейді. Халық ит болып қалыпты. Ит болып қалыпты, өсегіз дейтін көшеде жүрген біреулер болып қалыпты. Ол кісі бизнес леди екен, сендер не білесіңдер? Сондай болыпты. Енді мен былай ойлаймын: халық ақшаны жинап берді ма, халық сені көтерді ма, сұрауын да, басқасын да, отчетін да сұраса, халыққа жауап беру керек. Және де мен Руслан мырзаға басқа вариант айтып көрдім. Ол кісінің өзінің YouTube каналы бар, тәуелсіз каналы, өзі жүргізіп жүрген. Сол студияға шақырса да біз разы боламыз дедім. Және де ырысбала Экранбай келіп, өзінің есеп қисабын көрсетіп, былай айтқанда отчетін, аудитін тапсырса, бізге сол жеткілікті. Ол жердегі мақсат ырысбала Экранбайды соттау емес, тек қана біздің жинаған қаражат аманатқа қиянат болмай, және де өзінің шексіз байып кеткені туралы, 1 жылда шексіз байып кеткені туралы мәлімет айтса,